Сәлем достар, қалдарың қалай? Достар, мен қазір боянуым керек, бір жаққа барып қайтамын. Және бояна отырып, сіздермен өзімнің бар білетін ақпаратыммен бөліскім келеді, яғни бояну процесінде және күтім жасау деген сияқты. Қазір мен бетімді жауып алдым умывашкамен, және одан кейін міндетті түрде осылай тонермен сүртемін. Мақтаға жағып алдым. Достар, менің жанымды айнатып удобно болу үшін достар, міндетті түрде таңертең бетті арнайы бет жуатын от, яғни умывашкамен жуу керек. Өйткені түнде біз ұйықтап жатқан кезде біздің бетімізден көптеген қалай айтсам екен, бетіміз таңертең байқасаңыз майлы болып тұрады, яғни сондай бір артық зиянды нәрселер түнде бізден шығады, бетімізден. Соны біз таңертең жуып тастауымыз керек. Және умывашкамен жуған кезде біздің бетіміз құрғап қалады. Ол негізі ойлаймын 80% адамда болады деп. Өйткені бетімізді жуған кезде бетіміздегі зиянды нәрселермен бірге бетіміздің ылғалдылығы кетіп қалады. Сол үшін міндетті түрде тоник жағуымыз керек. Тоник бізде ылғалдандырушы, увлажняющий болу керек. Және макияж жасаған кезде көбінесе 2 немесе 3 типті макияж емес, достар, қателесіп кетіп, уход жасаған кезде 2 немесе 3 уход болу керек. Оның біріншісі міндетті түрде ол бетті ылғалдандыру үшін, яғни ол сіздің бетіңізге қажетті ылғалды беріп отыратын уход болу керек. Ол бірінші уход. Және екінші уход ол бізде бетіңіздің типіне байланысты, яғни бетіңіздің проблемасына байланысты болады. Мысалы, бетіңіз угрива көп шығатын болса, немесе пигментацияға бейім болса, онда арнайы сол угриға қарсы, акнеге қарсы, немесе пигментацияға қарсы уход жасау керек, достар. Менде көріп тұрғандарыңыздай мына бір дақ бар. Менде бұны көбінесе бәрі дақ деп ойламайды, қал деп ойлауы мүмкін. Бірақ бұл кішкентай болып пайда болған дақ. Менің сывороткам бәрі бітіп қалып бітейін депті барлығы. Мына сыворотка мысалы кожный барьерді ретке келтіру үшін, жалпы кейде біздің кожамыз, яғни теріміз, қалай айтсам екен, өзінің бастапқы күйін жоғалтып алады. Яғни құрғап, өзінің нәрін жоғалтып алады. Көп жақпаймын, өйткені сыворотканы таңертең, достар, міндетті түрде жағу керек. Оның үстінен крем жақсаңыз болады. Яғни крем болған кезде, егер сіз тоналка жағатын болсаңыз, тоналканың астынан SPF крем жақсаңыз болады, немесе арнайы кремдер бар ғой, база ретінде жағатын, сондай кремді жақсаңыз болады.
сыворотка міндетті түрде жағу керек, өйткені сыворотка сіздің тональный креміңіздің әдемі ровно тегіс жағылуына әсер етеді. Бірақ енді бұл жерде мақсат кремдердің дұрыс жағылуы емес. Бұл жерде беттің күтімі, яғни таңғы күтім. Так, енді менде қазір қолымды сүртіп жіберейін. Көзге міндетті түрде крем жағам. Көздің кремдері негізі қымбат болады. Мен тоналканың астына осылай SPF крем жағам. SPF крем міндетті түрде жағу керек, достар. 24 емес. Достар, 365 күн 24 деп ойым бәрі. 365 күн бойы достар. SPF крем үзілмеу керек. Себебі бізді білесіздер ма, тез қартайтатын, біздің терімізді әлсірететін ол күннің көзі. Және күннің көзі міндетті түрде ол өте қатты жарқырап тұру деген сөз емес, достар. Бізде күндізгі уақытта, қыста болсын, күзде болсын, күннің көзі шығып тұрады. Сол себепті бетке SPF крем жағу керек. Достар, менің кожам, проблемный кожа мен үшін. Проблемный дегенде ол тақтарды айтып жатқаным ғой. Жалпы бетімді былай структурасын қарасақ жақсы, прыщик, онда ештеңе шықпайды. Қазір мұнда маска тұр, егер шынымды айтатын болсам. Сол себепті әдемі болып көрініп тұрған болу керек. Так, жарайды. Бетімізге негізгі жағатын нәрселердің бәрін жағып алдық. Достар, егер мен асығыс болып тұрсам, міне осылай шығып кетем. Осы қалыпта шығып кетем, яғни SPF крем жақсам болды. Мен көшеге шығатын болсам, міндетті түрде SPF крем жағам. Ары қарай боянуға уақытым болмаса, бітті, осы күйде қалады. Егер уақытым болса, ары қарай боянамын. Так, мен дәрі ішетін уақытымды ұмытып кетпейін. Витаминді. Достар, менде қандай әдемі кружка бар. Маған бұны студенттерім сыйлаған, ағылшын курста естелік ретінде. Өзіме қатты ұнайды. Жарайды, ары қарай жалғастырайық. Менде коллаген деген корейский тоналка, осы маған өзіме ұнайды. Бұлай қолыма алып алам. Достар, негізі бетке де жағам, кейде осылай қолға жағам. Бірақ ешқашан губкаға жағуға болмайды, өйткені губка сіңіріп алады. Міне осылай асыздан алып жағу керек.
өзінен қорғайды. Бірақ достар, SPF құрамында бар тоналка болсын, крем болсын, оларды құрысын жағып және күннің астында жүруге болмайды, достар. Себебі оларда күннен қорғау дәрежесі аз және олардың негізгі қызметі ол емес, күннен қорғау емес. Сол себепті де тоналканың құрамында күннен қорғайтын элементтер бар ғой деп SPF кремді жақпай кетпеңіз. Достар, қараңыздар, менің бетімде өте әдемі жағылып жатыр. Себебі сыворотка жақтым, оны сіңуіне кішкене уақыт бердім. Және SPF крем жақтым. Енді мен бояну тәсілін қатты білмеймін. Менің өзімнің бар білетінім осы. Осылай міне ұрғылап жағасыз. Сол кезде жақсы сіңеді. Және мынандай спонжды жиі ауыстырып тұру керек және жуып тұру керек. Себебі мұнда микробтар жиналады. Және достар, тоналка жағатын алдында міндетті түрде сулап аласыздар. Құрғақ күйде тоналка жағуға болмайды. Құрғақ күйде, мысалы, міне мынау құрғақ күйінде мен онымен пудра жағам. Құрғақ күйде тоналка жақсақ, бетіміз құрғақ болып қалады. Мен өзім қалың қып жақпаймын. Қалың қып жаққан ұнамайды маған. Осылай бір тон жақсам жетіп жатыр. Қараңыздар, менде артылып қалды. Осылай сүртіп тастаймыз. Так, енді достар, тоналкамды жағып алдым. Енді консилер осы түрі ғана бар. Консилер жаққыңыз келсе жақсаңыз болады. Но егер көзіңіздің асты қарайып тұр десеңіз, негізі консилерді міне былай үш бұрышты қып жағу керек деп айтады. Менде мына консилер, шынымды айтайын, мамама біреу сыйлыққа берген. Сонда мама маған берген. Және ол уже бітіп қалған. Мен өзім қатты жақпаймын. Бірақ достар, байқасаңыздар, менің көзім осылай асты сіңкі болып тұрады. Және бұл консилерді де осылай ұрғылап жағып жібереміз. Енді әрі қарай достар, міне жаңа көрсеткендей осындай құрғақ губкамен мен кішкене пудра жағамын. Пудра не Шанельдің пудрасы мен құрбым сыйлаған. Қазір сіздерге көрсетем. Міне осыдан алып кішкене ғана. Және достар, кез келген нәрсені, яғни румяна болсын, пудра болсын жаққан кезде бірден бетке жапырмаңыз. Осылай қолыңызға
чуть-чуть сілкіп алу керек. Мен пудраны кішкене бетімді матовый эффект ретінде эффект болсын деп қолданамын. Мысалы, менің бетім қазір жылтырап тұр. Маған бұлай жылтырап тұрған негізі ұнамайды. Сол үшін кішкене пудрамен жылтырлығын басып шығамын. Осылай енді ұрғылап жағам, білмеймін. Жалпы әртүрлі жолдар бар жағатын. Де осылай жағып шығамын. Міне. Так, сразу жауып қояйын. Көрдіңіз бе, достар, менде қандай тап-таза бәрін мен осылай ұстаймын. Және достар, бір айта кететін нәрсе, біліп жүріңіздер, егер мынандай кисточканың басы ақ болса, ол кисточка жидкий нәрселерге арналған, яғни тоналка, солар жағуға арналған. Ал егер мынандай ақ емес, темный түс болса, онда олар румяна, яғни құрғақ пудра, сондайлар жағуға арналған. Осыны шатастырмаңыздар. Мынау менде тоналка жағатын кисточка. Мен бұнымен тоналка жағамын. Кейде осымен жағам, кейде губкамен жағам, достар. Фейверліктен алғанмын. Және бір нәрсе көрсете кетейін енді. Менің қателігім деп ойлаймын. Мысалы, қараңыздар, мынандай кисточка бар. Бұл кисточканың басы ақ, яғни бұл жидкий нәрсені жағуға арналған. Бірақ мен бұнымен тең жағам. Білем, дұрыс емес екенін, бірақ өзіме осы ұнайды. Жалпы сіздерге ақпарат беріп жатқаным. Так, жарайды. Менде сондай-ақ мынандай кішкентай кисточка бар. Осымен мен бұл таза. Кейде бетімді осылай бір істеп шығамын, яғни пудраны жаққан кезде осымен де жағуға болады, достар. Және бетіңіз кейде бір жерге қалың, бір жерге жұқа болып жағылып қалған кезде, яғни осылай тегістеп жібереміз. Так, енді ары қарай жалғастырайық. Мендегі ендігі нәрсе бұл. Бұл менде 3 в 1 румяна, хайлайтер және бронзер. Шынымды айтайын, бронзерді жақпаймын. Себебі бронзердің мақсаты негізі бетті арық қып көрсету ғой. Ал менің бетім, шынымды айтайын, менің бетім арық, сопақ, арық. Яғни менде мына жерде дайын шығып тұрған скулы бар. Сол себепті мен бұны қолданып көрмегем, өзім алғалы. Да, мүмкін тен ретінде қолдануға болатын шығар. Достар, бірақ шынымды айтайын, маған бұл косметикада румянаның түсі кішкене маған келмейді. Өйткені бұл универсальный түс, бәріне түсе береді деген. Кейде мен, бірақ енді шынымды айтайын, осыны жағам. Себебі мен бір косметикадан қатты разбираться етпеймін. Так, менде мына жерде болған, таппай қалдым. Ну, жарайды, сосын көрсетемін сіздерге. Басқа бір тень набор бар. Сол тень наборда мен бір түсті кейде осы румяна ретінде жағамын. Так, жарайды. Достар, сіздер румяна немесе кез келген пудра болсын, кез келген нәрсені жағуға арналған міне осындай ұстап жүруге удобный Нинель деген брендтің кисточкасын алсаңыздар болады. Өте ыңғайлы, достар, өте ыңғайлы. Мен бұны бір
инстаграмнан бір бьюти блогердан көріп алдым. Маған өзіме қатты ұнады. Достар, кез келген құрғақ нәрсені жағатын кезде бірден бетке апаруға болмайды. Міне былай батырып алдым. Және мен қолымда чуть-чуть сілкілеп жіберемін осылай. Және солай жоғарыдан міне керісінше төменнен жоғары қарай дегенім ғой. Төменнен жоғары қарай жағамыз. Төмен емес, мына жерге емес, былай. Міне өйткені мына жерде біздің өзіміздің қалай айтам, бір ішке кіріңкі, мына жерде бір сүйек бар ғой. Жақ сүйек қой, мынау жақ сүйекке жағамыз. Осылай жоғары жағамыз. Маған шынымды айтсам, мына жақ бетіме жаққан ұнамайды, өйткені мына қал барлығын, қал емес қой енді, тақ қой, бірақ мен қал деп айтамын, өйткені көңіл күйім түсіп кетеді. Және достар, менде мына жерде бұлай білінбейді, әлде білініп тұр ма, бұлай сызық ретінде тақ па қал ма, мен түсінбеймін, сондай бар. Сол себепті осы жақ бетімді мен осы қатты ұната бермеймін. Және ол жерге кез келген нәрсені жақсам да әдемі көрінбейді. Достар, міне осылай жоғары жағамыз. Жоғары. Егер артық болып кетіп жатса, болады ғой, сол кезде міне былай түсеп жібересіздер. Яғни бір нәрсені жағып қойып солай қалдыруға болмайды, иә. Так, енді дәл осы кисточкамен бетті бір тегістеп шығуға болады. Және мен бұнымен кішкене міне былай алып тен ретінде де жағам. Так, қазір түсіндіріп кетем. Негізі осындай ашық түсті тендер жақсақ, біздің бетімізге свежесть беріп тұрады. Яғни жаққан көзіңізбен жағылмаған көзіңізді байқасаңыз, жағылған көз әдемі болып тұрады, яғни ашылып, яркий болып, әдемі болып тұрады. Міне осылай жағып шығам. Косметикада, жалпы макияж саласында кез келген өнімді әртүрлі мақсатта қолдана беруге болады. Дегенде ол қолдануында тұрған ештеңе жоқ. Мысалы, кейбір адамдар помаданың өзін былай румяна ретінде қолданады, оны білесіздер. Міне осылай жағып шығамын. Так, кішкене хайлайтер. Қазір хайлайтер жағам. Достар, так, мен қасыма ештеңе істемеймін. Білмеймін, дәл осы қасыма келген кезде ештеңе істегім келмейді. Осы формасы өзіме ұнайды, үстін боямаймын, тен ештеңе жақпаймын. Мен шынымды айтсам ерінем ол нәрсеге. Міне хайлайтерға кішкене жағам, көп емес. Хайлайтерді біз міне мына жерге жағамыз. Мына жерде румяна болса, міне соның үстіне жағамыз. Үстіне емес, үстіңгі жағына жағамыз. Үстіңгі жағына. Сонда былай қараған кезде әдемі жылтырап көрініп тұрады. Былай мұрныңыздың үстіне жағып жіберсеңіздер болады. Бірақ жаңағы айтқандай міндетті түрде былай алған соң бір сілкіп алу керек. Яғни қолдың көмегімен, достар. Менің қазір сіздерге айтып бөлісіп жатқаным бұның бәрі күндізгі макияж қой. Мен по идее түнгі макияж, кешкі макияж, түнгі деппін ғой. Бәріне осы бір макияжды қолданам. Кешкісін болса кішкене
осы нәрселерді көбірек жағамын. Яғни кешкісін білесіздер, адамның беті макияжы егер аз болып тұрса, ол онша көрінбей қалуы мүмкін. Я. Так, достар, міне осы жаққаным. Енді әрі қарай уақыт созбай. Ой. Кешіріңіздер. Мен бұны қимаймын, қалдырамын. Достар, менде дәл қазіргі таңда осындай 3 түрлі туш бар. Мына туш маған мүлде ұнаған жоқ. Жап-жаңа туш. Сол себепті бұны көп жақпаймын. Кейде асығыс бір жерге бара жатқан кезде жаға салам, немесе үйде жүрген кезде жағам. Менде мына 2 туш. High Sky деген бұл Maybelline'нің тушы 5000 теңге тұрады. Және No Favorite-дің 1500 теңгелік First Class деген тушы. Екеуін қолданамын. Негізі маған мына туш ұнайды, шынымды айтайын. Мына туштың алдыңғы менде болған, міне осы жақсы болған. Мына түрі кішкене ұнамай жүр. Каспийден алдыртқанмын. Білмеймін, мүмкін оригинал емес болды ма, жоқ әлде түсінбедім. Жарайды. Түріктерде нейзе деген сөз бар, яғни жарайды енді дегенде осы сөз осындай кезде есіме түсіп кетеді. Так, достар, туштан бұрын мен айтуды ұмытып кетіппін. Кішкене фото үшін шығарып алайын. Менде мынандай карандаш бар. Аты өшіп кетіпті. Бұны барлықтарыңыз білесіздер. Бұл қас бояйды көп адамдар. Ал мен бұнымен көзімді бояймын. Көзіме стрелка істеймін. Мен, достар, ешқашан көзіме подводка сызып көрмегем өзім. Және соны үйренгім келеді, достар. Қазір подводка сызбаймын. Күндізгі макияжды сызбаймын. Өйткені ұзақ уақыт кетеді. Және менің көзім 2 түрлі, сонымен настроением түсіп кетеді, пока оны істеймін дегенше. Сол себепті мен қазір бұны мынау кірпіктерімнің астыңғы жағына кішкене көзіме, кешіріңіздер, кішкене көзіме бір әдемі вид беру үшін жағып шығамын. Кішкене ғана. Так, бұл құрғақ. Сол себепті мен оны аздап ылғалдандырып аламын. Міне осылай. Көп емес, кішкене жағып. Яғни біздің қазір душымызға әдемі вид беріп тұратын. Аздап қатты емес. Кішкене сіздерге қатты білінбеуі мүмкін, бірақ қарасаңыздар міне. Мынау жақпаған көзіммен жаққан көзімде айырмашылық бар. Кәдімгі мына көзім менің ашылып қалды. Енді екінші көзге де солай кішкене выразительность берейік. Так, осы көзім менің кішкене проблемный, және мен солақай болғандықтан маған қиын. Барлық адамда да солай шығар. Не осылай кірпіктің астына
Менің ішіме не болды түсінбедім. Таңертең ерте тамақтанып қалғанмын. Содан қарны ашып жатқан шығар. Так, міне. Сіздерге байқалып тұр ма, жоқ па? Осындай разница. Ой, көрдіңіз бе, қап-қара болып кетті. Сразу алып тастаймыз. Ондай қап-қара болмайды. Так. Так, осылай енді душ жағайын, достар. Мен душты мені пудраның айнасымен, яғни өте жақын қып жаққанын жақсы көремін. Достар, душ жаққан кезде бір қабат қана жағып қоя салуға болмайды. Душты міндетті түрде бір жағып, сосын кішкене кепкенін күтіп, үстінен қайтадан жағып шығу керек. Сол кезде сіздің көзіңіз керемет ашылады. Міне осылай астынан көтеріп жағамыз. Осылай бір қабат жүргізіп қана қоя салады кейбір адамдар. Бірақ ол дұрыс емес. Мына жерде менде негізі ең бір мақтанатын нәрсем ол менің кірпіктерім болатын. Бұрын кірпіктерім менің ұзын болатын, бірақ ол аса қатты білінбейтін. Себебі менің көзім кішкене сығыңқы және ішке кіріңкі болғандықтан, сол себепті көзімнің, яғни кірпігімнің әдемілігі қатты білінбейтін. Бірақ егер мен осылай душ жақсам, достар, ол әдем болып көрінеді және бәрі өзіңнің кірпігің ба деп сұрайды. Достар, мен бүгін бірақ қабат жағамын, себебі душым бітіп жатыр. Кішкене бір екі рет жағуға жетпейді, және бұны үнемдеп жүрген түрім. Екінші 5000 теңгелік душты онша ұнатпай жүрмін, достар. Так, міне сіздерге көрініп тұр ма көзім, кірпігі? Қазір жақыннан көрсетемін. Так, енді екінші көзімді бояйын. Мен бүгін қазір больницаға барам. Мені осылай бояумен олар көп көрмеген. Сол себепті таңғалып қалатын шығар. Неге боянып алған деп. Боянып алған дегенде қатты бір көзге түсетін бояу емес, кәдімгі күнделікті бояу. Достар, осылай көзді бояп жатқан кезде асты үстіне жағылып кетеді. Ол нормальный нәрсе. Яғни міне астынан түбінен бастап бояу керек. Достар, мен сонымен осындай әдемі кірпігімді қалай құрттым айтайын ба? Мен көзіме наращивание істетіп бастадым кірпігіме. Сонымен менің кірпіктерім түсіп, сынып, быт-шыт болып кетті. Тіпті мына бір жерлерінде менде кірпік жоқ, достар. Ашық, яғни айып етпеңіздерші. Мен бұл видеоны монтаждамаймын. Қалай бар солай көрсетемін. Мен жалпы негіз видеоларымда қаттыма бір ештеңе жасамаймын. Солай. Қазір айналасында так кішкене тиіп кеткен жерлері бар. Кетіріп тастайын. Енді менің ең сүйікті бөлімім ол помада жағу, ерікті бояу. Так, ең бірінші мынандай
бастайын. Карандаштың да ұшын шығармасам. Барлығы кетіп қалды. Қазір осылай боянап отырып ойланам да, қыздарға қандай қиын. Жігіттер бұндай нәрселермен басын қатырмайды. Біз мыңғырық нәрсе жасаймыз. Және сол жасаған нәрсенің барлығы әдемі шықпай қалады кейде. Және оған жынданамыз, иә. Егер боянбай шығып кетсек, ауру адам сияқты болып қаламыз. Енді басқаларды білмеймін, менде сондай. Әсіресе ернімді боямасам, достар, мен ернім бледный, ауру адамның ерні сияқты болып тұрады. Так, міне астын. Мен кішкене үстіңгі жағын, менің үстіңгі ернімнен астыңғы ернім үлкен. Сол себепті мен үстіңгі ернімді бояғанда кішкене формасынан шығарып бояймын. Так, міне осылай сызып алам. Көрініп тұр ма? Енді үстіңгі жағында маған осы карандаш ұнап қалды. Мисс Тайс деген номері қанша? Номері 784. Түсі де осылай шығар. Менің ішімде қайтпайды, мен де қайтпаймын, достар. Әрі қарай да осылай ішін боясақ болады, өте әдемі шығады, достар. Бірақ мен қазір өзімнің сүйікті помадамды жаққым келіп тұр. Бұл ескісі. Шарлотт Тилберидің помадасы. Не осылай боядым. Так, менің осындай помадаға бір құмарлығым бар. Яғни бір жаққан кезде ешқашан бір ғана помада жақпаймын, бірнеше помада жағам. Және оның бір жақсы жері тамақ ішкен кезде кетіп қалмайды. Достар, бұл Макс Фактордың блескі. Қазір үстіне қалың қып алмаймын, үстіне аздап жағып шығам, өйткені ернім құрғаптыр. Негізі мен блескке мүлде құмар емеспін. Осылай бояп шығамыз. Так, бетімізде жаңағы артық нәрселерді бір кетіріп алайық. Яғни бетіміз сіңіп бір қалыпқа келіп тұр. Осылай, достар. Сіздерге макияжым көрініп тұр деген ойдамын. Достар, жақыннан көрсетейін дедім сіздерге. Шашыма мән бермеңіздер. Шашым кішкене нашар болып тұр. Так, макияж міне менде осындай.
ханым да әдемі вид беріп тұр. Қасыма тиіскен жоқпын. Және беттің әдемілігін қараңыздар, қандай бір тегіс болып әдемі болып тұр. Фотоға түскен кезде де әдемі көрінеді. Достар, мен кеттім. Маған сәттілік тілеңіздер, ауырмаңыздар. Барлықтарыңыз жақсы көрем.